менің өз жасым 29-да, бірақ сағат бойынша жасым 27-де, ол деген қалай болғаны. Менің арнайы фитнес трекерім бар, оның аты Whoop. Whoop деген бірнеше параметрлерді өлшейді, біздің денсаулығымызға маңызды. Ол деген ұйқының ұзақтығы, ұйқының сапасы, ол деген физнагрузка, сіз істейтін жаттығу күнделікті, және үшіншісі сіздің денеңіздің қалыпқа келуі, жалпы өзіңіз қаншалықты спортқа жақын адам екеніңізді көрсетеді. Және осылардың қосындысында ол әртүрлі параметрлерді өлшейді және сіздің жасыңыздағы адамдармен салыстырады. Кейбір параметрлерде сіз озып бара жатсаңыз, ол сіздің өміріңізді жақсартады, сіздерге жылдар үнемдейді. Ал кейбір жағдайда, сіз қалып бара жатсаңыз, көрсеткіштеріңіз төмен болса, ол әрине сізге мүмкін жылдар қосады. Осы Whoop аналитикасының нәтижесінде менің жасым 27 көрсетіп тұр. Әлде жақсартуға болады, бірақ кейбір салаларда бір жақсы жетістік көрсеттім. Мысалы, ұйқы, силовые тренировки, күш бойынша жаттығу. Ал жақсартуға болатын, ол әрине кардио, осы кішкене жүректің әртүрлі зоналарда жұмыс істеуі. Осыны айтып жатқан себебім, сіздерді барынша өз ұйқыларыңызды қадағалауға және спортпен айналысуға тарту. Себебі ол қосымша жылдар береді, біздің өмірімізді ұзартады, өмірдің сапасын өзгертеді. Сол үшін барынша спортпен айналысыңыз.